Сәлем достар, сіздермен бірге сана даму орталығы және мен жылдам оқу курсының оқытушысы Айгүл Төлеутайқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мидың жұмысын жақсартуға арналған асимметриялық жаттығулар. Асимметриялық жаттығулар дегеніміз не? 1981 жылы американдық нейропсихолог Роджер Сперри өзінің зерттеу еңбегінде мидың оң жақ және сол жақ жарты шарының әрқайсының өзінің қызметі бар екенін дәлелдеп, Нобель сыйлығын алған. Асимметриялық жаттығулардың артықшылығы неде? Біріншіден, ол сіздің миыңыздың жұмысының өнімділігін арттырады. Екіншіден, мидың оң жақ және сол жақ жарты шарының арасында нейрондық байланыстарды күшейтеді. Үшіншіден, сіздің есте сақтау қабілетіңізді арттырады. Төртіншіден, ол қарттықпен келетін әртүрлі аурулардың алдын алады. Бесіншіден, ол сізге тамаша көңіл күй сыйлайды және басқа да оның артықшылықтары жеткілікті. Бұл жаттығуларды қайда және қашан орындаймыз деген сұрақ болатын болса, кез келген жерде, кез келген уақытта орындауға болады. Соның ішінде әсіресе сіз бір интеллектуалдық сайыстарға қатысатын болсаңыз, немесе сіздің алдыңызда шет тілін үйрену керек болатын болса, сіздің алдыңызға қиын бір тапсырмалар қойылса, немесе тіпті сіз жаңа креативті ойлар туындатқыңыз келсе, осы жаттығуларды орындасаңыз болады. Сонымен біз алғашқы асимметриялық жаттығулар топтамасына бастасақ. Қазір менімен бірге бастап көріңіздер. Бірінші жаттығуымыз капитан деп аталады. Капитан секілді оң қолыңызды алып бас бармағын астына қоясыз. Екінші, сіздің қолыңыздағы бас бармақ лайкты көрсету керек. Жаттығуды біріншіден баяу бастаймыз. Баяу бастайсыздар. Одан кейін жаттығудың жылдамдығын орташа жылдамдыққа арттырсаңыз болады. Жаттығуларды игеріп алған кезде жылдамдықты көтерсеңіз болады. Ал жаттығуды күрделендіргіңіз келсе, осылай да жасап көріңіз. Бұл капитан жаттығуы. Ал енді екінші жаттығу бұл лайк және окей деп аталады. Жаттығуды баяу бастаймыз. Ал үйренген уақытта жылдамдықты сіз арттырсаңыз болады. Бұл жаттығуларды күнделікті орындасаңыз, 5-10 минут уақытыңызды бөліп, сіз үлкен нәтижеге жетесіз. Біз алдағы уақытта сіздермен жаңа жаттығулармен де бөлісетін боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған сана даму орталығы және мен Айгүл Төлеутайқызы. Біздің каналға жазылыңыздар.